Сәлем достар! Бұл уақытпен өлшеу YouTube каналы. Біздің каналда жалпы елімізге және әлемге белгілі танымал адамдарды уақыт қалай өзгерткені жайлы болмақ. Бүгінгі бейнемізде біз екі аңыз Джеки Чан мен Джет Лидің мансаптарындағы өзгерістерге және жеке өмірлеріне шолу жасаймыз. Бұл екі актердің өміріндегі ең қызықты сәттерді бірге талдаймыз. Кеттік! Джеки Чан өзінің мансабын Гонконгта бастады. Оның алғашқы фильмдері Бүркіттің көлеңкесіндегі жылан және мас шебер оған танымалдыға келді. Джекидің қауіпті трюктері мен комедиялық таланты оны ерекше етті. Джеки Чанның шын аты Чан Гонг Санг. Ол кедей отбасында өскен және Қытай драма академиясында оқыған. Ол халықаралық деңгейге көтерілді. Әсіресе Голливудтағы табысты фильмдері «Час пик» және «Түстен кейінгі Шанхай» арқылы. Оның шеберлігі мен харизмасы оны бүкіл әлемге танытты. Джеки Чанның актерлік стилі комедиялық күрес және қауіпті трюктерге негізделген. Оның фильмдері коммерциялық табысты болды және көптеген марапаттарға ие болды. Бүгінде Джеки Чан әлі де кино индустрияда белсенді, бірақ көбінесе продюсерлік пен қайырымдылық істермен айналысады. Оның соңғы фильмдері және жобалары да жоғары бағалануда. Джеки Чан 1982 жылы тайваньдық актриса Джаон Линге үйленген. Олардың бір ұлы бар, Джейси Чан. Ол да әнші және актер. Джеки көптеген қайырымдылық ұйымдарға көмек көрсетеді және өзінің қайырымдылық қорын құрған. Бірақ оның өмірінде кейбір жанжалдарда болған. Мысалы, жасырын баласы туралы ақпарат. Джет Ли өзінің мансабын Қытайда бастады. Ол Шаолин храмы фильм арқылы танымал болды және ұшу өнерінің шебері ретінде танылды. Бұл оны халықаралық деңгейге шығаратын бастама болды. Джет Лидің шын аты Ли Лэн Цэ. Ол кедей отбасында өскен және ұшу өнерін үйренген. Оның Голливудтағы фильмдері, мысалы «Өлім қаруы 4», «Ромео өлуі керек» және «Жалғыз» оған үлкен танымалдылыққа келді. Ол өзінің күрделі қимылдары мен актерлік шеберлігі арқылы көрермендердің сүйіспеншілігіне бөленді. Оның фильмдері коммерциялық табысты болды және көптеген марапаттарға ие болды. Қазіргі уақытта Джет Ли кино саласында аздап белсенді, бірақ қайырымдылық және әлеуметтік жобаларға көбірек уақыт бөледі. Оның соңғы фильмдері және жобалары да жоғары бағалануда. Джет Ли 2 рет үйленген. Оның бірінші әйелі Хуан Цянь болды. Олар 1987 жылы ажырасқан. 1999 жылы ол Нина Лиге үйленді. Оның 4 қызы бар. Джет Ли гипертиреоз және жүрек проблемаларымен күрескен. Ол да қайырымдылықпен айналысады. Әсіресе 2004 жылы Индонезиядағы цунами кезінде аман қалғаннан кейін. Джеки Чан мен Джет Лидің мансаптары әртүрлі, бірақ екеуі де кино индустриясында өздерінің орнын тапты. Олар көптеген ұрпақтарға үлгі болып қалды. Біздің бейнеміз сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.